білмеймін, сондай мына бұғал қарқан істеп жүреді шығыршықпен. Соны ұстап көруіміз керек. Соны бір көре алмаймыз, қолымыз жетпейді ол кісіге. Отта бір бана Тайып дейтін кісінің бір қызы кетіп атына білмеймін. Жоқ қалампыр. Иә. Соған бардық, тойға бардық. Кішкене тамақ ішкеннен кейін біз сыртқа кетеміз, ол көміштер үштеп отырады. Содан екеуміз Дүйсенбай екеуміз шатасып қалдық. Шатасқанда ештеңе жетпей жатқан ештеңесі жоқ. Мен бана әбекең ертоқымына барып бана мені ұстап қарағым келеді, бана бұғал қарқанды. Жақсы көремін соны, өтіп бара жатамын. Ол кісінің мініп жүрген аты джип сияқты. Біздің әкелеріміз малшы, ол тек бір қарапайым ертоқыммен жүргендері де шамалы. Қамшысы да жоқ. Шынтай ременнен ескен бұл кісі бана керім дойыр қамшы ұстайды. Сол мынау ұстатпайды. Жақындасам ұстама деп. Сол екеуміз төбелесіп қалдық. Соны Дүйсенбай өте алғыр болды ғой, пысық. Сол қамшымен дойырмен мені сытыртып соғып тастады біршама. Соны бана мына жерде жүріп тұрған кісілер айтып жатыр, балдар төбелесіп болып жатыр. Үлкен кісілер жерден шауып шықты. Төбелесіп болғанда біз не өндіріп жатыр дейсің. Соны екеуміз шықты да бана әбекең малқұм. Неғып жатсыңдар сендер? Екеуің төбелесіп жүрсіңдер ме? Иә деп жатырмыз бана, шынымызды айтамыз ғой. Жоқ, сендер төбелеспеңдер. Бұл сендердің жерлерің емес, бұл күлкештердің жері. Екеуің ағайын болыңдар. Сенің ұрың әлім, бұл тама. Біз басқа жақтың адамдарымыз. Екеуің жабылып мына осы жердің адамдарын соғыңдар дегенде, мынау тек сразу мәзір тұр екен. Қамшымен басты. Сонда айтайын деп тұрған мені үлкен бана айтып жатыр ғой дейсің, сауатсыз деп. Сауаттары жоқ болған менде үлкен тәрбиелік. Жастарға, бала шағасына тәрбиелетін, жақсы беретін азаматша. Шешеміз де жақсы болды, қолдарынан талай дәм таттық енді. Соны айтып жатқаным ғой енді. Жатқан жері жайлы топырақтары торқа болсын, ол кісілердің кейін қалған ұрпақтары аман болсын. Есейіп жете беріңдер енді. Мына негізінен шаңырақтың ішінесі Серкебай менен қаншайым ғой, сіздерге үлкен рахмет. Иә, келіп жатырмыз енді. Қазір қалада тұрамыз. 29 жылдай болды, осы совхоздан ұстап, сол қалаға көшіп кеткенбіз. Аман болыңыздар, балдар өсіп өне берсін. Қай жерде тұрсаңыздар да аман жүріңіздер, аман болыңыздар. Сол енді айтайын деп отырмын. Аман отыр.